Сәлем достар. Бүгін бізде селедка под шубой салатын жасаймыз. Барлық керек ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Картошка, сәбіз, жұмыртқа, селедка, пияз бәрін даярлап аламыз. Пиязды қаламызша турап аламыз. Осылай саламыз. Келесі кезекте біз селедканы турап, оның үстіне қоямыз. Осындай форманың ішінде ұстасаңыздар, видео өте әдемі болып шығады. Үстіне майонез себеміз. Келесі кезекте картопты теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізген соң үстіне қоямыз. Осылай әдемілеп шығарып аламыз формасын. Үстіне кішкене тұз және қара бұрыш сеуіп жібереміз. Және майонезді себеміз осылай. Келесіде сәбізді теркадан өткізіп, үстіне осылай қойып аламыз, реттестіріп. Майонезімізді себеміз. Ең келесі кезекте біз жұмыртқаны теркадан өткіземіз. Дәл осылай шығарып аламыз. Майонезімізді себеміз. Және келесіде теркадан өткен қызылшаны үстіне қоямыз. Жақсылап біркелкі етіп қойып аламыз. Және өз қалауымыз бойынша әсемдейміз. Мен майонезбен осылай сетка етіп әсемдедім. Жанына укроп сепсеңіздер болады, осылай қойып. Виді кішкене болсын, әдемі болады. Мінекей менде осылай шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.